3, 2, 1. Kayıt. Еслейхан Атагүл, түрік актрисасы және модель. Актриса Сырлы Ыстамбул және Қара махаббат сериалдары арқылы әлемге танылған. Мінсіз келбетімен және тартымды күлкісімен бүкіл әлемді өзіне қаратқан актрисаның мен бүгін сіздерге жеке өмірі, мансабы және табысы туралы ақпаратпен бөлісетін боламын. Бастамас бұрын каналға тіркеліп, лайк басып өтіңіздер. Еслейхан Атагүл 1992 жылы 20 тамызда Стамбулда дүниеге келген. Ол қарапайым отбасында тәрбиеленген. Еслейханның қаны аралас. Әкесі шеркес, ал анасы белорусиялық. Әкесі машина жүргізушісі болған, ал анасы үй шаруашылығымен және Еслейхан мен ағасы Илкаюдың тәрбиесімен айналысқан екен. Еслейхан кішкентай кезінен киноға қызығушылық танытқан. Мектепте оқып жүргенде бәріне өзінің актриса болатынын айтып жүрген. Анасы қызының талпыныстарын жігерлендіріп, көмектесіп жүрген және Еслейханды әртүрлі тыңдалымдарға жиі апарған екен. Осылайша ол модельдік агенттіктермен келісім шартқа отырып, Валенсия, Топито, Сюйтес сияқты танымал брендтерге арналған фотосессияларға түсе бастайды. Ал Еслейханның кино саласындағы мансабы 2006 жылы алғашқы махаббат фильмімен басталады. Дәл осы фильмнен соң алтын Кокон марапатын жеңіп алады. Осыдан кейін танымалдылыққа ие Үзілген жапырақтар сериалына түседі. Еслейхан жанкүйерлерін өзінің табиғи сұлулығымен таңғалдырған. Оның әлеуметтік желідегі пікірлердің көбі оң, дегенмен сәтті макияж және косметиканың арқасы дейтіндер де табылады. Ондай пікірлерге дәлел ретінде ол Инстаграм желісіне бояусыз түрін көп салады. Еслейхан адам өз-өзін қатты жақсы көру керек деген ұстанымды ұстанады және осы туралы кеңестерімен жанкүйерлерімен жиі бөлісіп отырады. Қазіргі таңда Түркияның ең танымал актрисаларының бірі болған Еслейханның табысы 4 миллион ақш долларын құрайды және ол ең бай түрік жұлдыздар тізімінде алдыңғы орындарға кіреді. Актриса Елшінің қызы сериалының бір бөлімінен 11.300 ақш долларын алған. Актрисаның табысы әр сериал сайын өсуде. Дегенмен, ол алған ақшасын актерлік шеберлігімен ақтап келе жатқан талантты актрисалардың бірегейі. Ал актриса үшін көліктің қымбат болғаны емес, оның ыңғайлы және қауіпсіз болғаны маңызды. Қазіргі таңда актрисаның гаражында германиялық BMW 740 көлігі бар. Көліктің бағасы шамамен 63 мың ақш доллар тұрады. Ал актрисаның тұрғылықты жері 2021 жылы белгілі болды. Оған дейін айтпаған еді. Қазіргі таңда актриса күйеуімен Стамбулдың танымал райондарында тұрады. Бұл жердегі үйлердің бағасы 500 мың ақш доллар тұрады. Жұп өздерінің үйлерін көрсетуге қарсы. Дегенмен, журналистер актрисаның Инстаграм парақшасындағы суреттерінен үйдің қандай екенін зерттеген. Үй өте үлкен және терезесінен теңіз бенен қаланың әдемі көрінісін көруге болады. Үй іші европалық стильде талғаммен жасалған. Және де үлкен үйдің үлкен кітапханасы да бар. Сонымен қатар әдемі бақшасы және демалуға арналған орындары да бар. Актриса қазіргі таңда өзі армандағандай бақытты өмір сүреді. Ал актрисаның жеке өміріне келетін болса, Еслейхан 2015 жылы Қара махаббат сериалындағы әріптесі Бурак Өлшебетпен кездеседі деген ақпараттар шыққан. Дегенмен, актриса ол кезде Сырлы Ыстамбул сериалындағы әріптесі Кадир Догулумен кездесіп жүрген. Олар басында арақатынастарын жасырын ұстаған. Дегенмен осындай қауесеттерден соң жұп үйленетіндіктерін хабарлайды. Осылайша 2016 жылы 8 шілдеде тойларын өткізеді. Тойға 200 қонақ келген. Және де бұл жұп өздерінің бір-біріне деген махаббаттарымен танымал. Актриса күйеуін жақсы көргені соншалық еріне оның атының басқа әріптерін жаздыртып алған. Бірақ бұл жұп туралы соңғы ақпараттар жағымсыз. 2023 жылдың сәуір айының соңындағы шыққан мәліметтерге сүйенсек, Еслейханның күйеуі көзіне шөп салды деген ақпараттар әлеуметтік желінің көшін бастап тұр. Оған себеп Кадирдің бір кеште бейтаныс қызды құшақтап сүйіп тұрған фотосының таралуы. Ал жанкүйерлер бұл ақпаратқа байланысты Еслейханның мәлімдемесін асыға күтті. Ал актрисаның кеше ғана берген сұхбатында бізде бәрі жақсы деді.
және екеуінің қол ұстасып қыдырып жүрген видео фотолары салына бастады. Дегенмен, жанкүйерлер әлі де екеуінің арақатынасын талқылауда. Бірі ажырасады десе, бірі жоқ дейді. Не дегесек те жоқ қазіргі таңда бірге. Еслихан көшеде мысық, ит көрсе айналып өтіп кете алмайды. Ол үй жануарларын қатты жақсы көреді. Және актрисаның үйінде мысығы және папугайы бар. Бір сұхбатта актриса, егер актриса болмағанда үй жануарларына байланысты мамандық таңдар едім деген. Актриса өзінің актрисалық мансабы үшін анасына рахмет айтады. Оның көптеген тыңдалымдарға апарып, талантын ашқан ол анасы. Және анасының арқасында Неслихан орыс тілінде еркін сөйлейді. Актриса шулы орындарды ұнатпайды. Ол ойын жинақтау үшін және әрі қарайлығы жоспарын сараптау үшін жалғыз қалғанды жақсы көреді. Жалғыз қалып демалу оның өмірлік ұстанымы. Тіптен тұрмысқа шыққанда да жалғыз отырып жоспар құруды жалғастырған. Сонымен қатар, Дип сериалынан соң актриса біраз уақытқа шығармашылық үзіліс алған. Сол кездері жанкүйерлері оның аяғы ауыр деп болжаған. Кейін актриса оның аяғы ауыр емес екендігін, тек жалғыз қалып жоспар құрып демалғысы келгендігін айтқан. Және де актриса бос уақытында кітап оқығанды жақсы көреді. Үйінің кітапханасын сүйікті кітаптарымен толтырған. Өзінің ерекшелігімен көзге түсетін актрисаның қазіргі таңдағы әрбір жобасы өте табысты әрі танымалдылыққа ие.